Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай өте қарапайым әрі тез дайын болатын сырная палочка жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте қарапайым және үйде бар заттардан жасалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Шекер, тұз саламыз. Меншіктің көмегімен жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Ал енді айранымызды құйып аламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Қалаған зелендеріңізді қолдана аласыздар. Мен аскыл қолдандым. Енді кішкене сиырымызды алып үткіштен дәл осылай өткізіп аламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Разрыхителімізді саламыз. Енді ұнымызды аз-аздан салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Толық рецептін описанияға жазып қалдырамыз, сол жерден көре аласыздар. Ал енді қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бізге жұмсақ қамыр қажет. Дәл осындай жуып жұмсақ қамыр болу қажет. Көрсетілген ұннан бөлек ұн салмаңыздар. Енді кішкене ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Достар, менің каналымда түскі асқа, кешкі асқа дайындалатын ыстық тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сол сілтеме арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Жасалу жолдары өте қарапайым және сенімді рецептер. Жақсылап қамырымызды жайып алдық. Қалыңдығы дәл осындай болады. Енді пышақтың көмегімен дәл осылай кесіп аламыз. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша етіп кесіп шығамыз. Қамырымыздың барлығын кесіп дайындап алдық. Енді газымызға табамызды қоямыз. Сұйық майымызды қоямыз. Ал енді майымыз қызғаннан кейін сырная палочкаларымызды қуырып аламыз. Дәл осылай қызарғаннан кейін аударып екінші жағын қызартырып қуырып аламыз. Біздің сырная палочкаларымыз дайын болды. Қағаз сүлгіге аламыз. Жасалу жолы өте қарапайым және тез дайын болады. Балаларыңызда сүйіп жейтін ерекше сырная палочка. Енді қалғандарын да бірінен кейін бірін салып тез-тез қызартырып қуырып аламыз. Газымыздың оты баяу болуы қажет. Қызып тұрған болса, тез қызарып, іші піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да орташа отта пісіріп алыңыздар. Біздің сырная палочкаларымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай өте керемет болып, түстері әдемі болып шығады. Және балаларыңызда сүйіп жейтін, барлығына бірдей ұнайтын ерекше сырная палочкалар міндетті түрде сіздерде дайындап көріңіздер. Және өте тез дайын болады. Бар жоғы 10 минут уақытыңыз кетеді. Мен сіздерге іштерін көрсететін боламын. Іштері толығымен пісіп, өте керемет болып шығады. Дәл осындай болып пісіп шығады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Және менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазып алыңыздар. Сіздермен болған мен Махинур. Сау, сәлеметте болыңыздар.